Сәлеметсіздер ме, екінші сынып білім алушылары? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы лепті сөйлем. Бүгінгі сабақ мақсаты: аудио және бейне жазба мазмұны бойынша өз ойыңды білдіруді үйренесің. Сөздерде әріптердің бас және кіші әріптерінің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып жазу дағдысын қалыптастырасың. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабаққа қажетті оқу құралдарымызды, оқулық, дәптер және қаламдарымызды алып сабаққа дайындалайық. Олай болса, дәптерімізді ашып, 2 жол қалдырып, бүгінгі күнді жазайық. 6 желтоқсан сынып жұмысы. Көркем жазу айдары бойынша берілген 3 сөзді әдемілеп, дәптерге көркем жазып шығыңыздар. Балалар, сөйлем дегеніміз не? Сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Соңында нүкте, сұрақ немесе леп белгісі қойылады. Сөйлем бірінші сөзі бас әріптен басталып жазылады. Сөйлем хабарлы, сұраулы, лепті сөйлем болып бөлінеді. Балалар, енді сөйлемнің түрлеріне назар аударып, өткенді қайталап жіберейік. Сөйлем айтылу мақсатына қарай мынадай түрлерге бөлінеді: хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем және лепті сөйлем. Хабарлы сөйлем жай ғана хабарлап тұрады. Яғни бір нәрсені хабарлау мақсатында айтылған сөйлем хабарлы сөйлем деп аталады. Мысалы, аяулым сабаққа кешікті. Мұғалім мектепке келді. Қыз келді. Жаңа жылда балалар сыйлық алады. Сұраулы сөйлем сұраулық мағынаны білдіреді. Яғни сұраулы сөйлем жауап алу мақсатында айтылады. Мысалы, аяулым, сен тамақ іштің бе? Бүгін театрға нешеде барамыз? Ал лепті сөйлем көңіл күйді, таңдану, сүйсіндіруді білдіреді екен. Лепті сөйлем көбінесе көңіл күйді, яғни адамның қуанышты сезімін немесе мұңайған сезімдерін білдіреді. Мысалы, алақай, бүгін сабақ ерте басталды. Лепті сөйлем ұран, өкініш, бұйыру, арман сияқты сезімдерді білдіреді екен. Мысалы, алақай, атам келді. Жасасын Қазақстан. Ауа райы қандай керемет. Енді балалар, оқулығымызды ашып, 14-ші жаттығуға назар аударайық. Жұмбақ өлеңді қатесіз көшіріп жаз, шешуін тап. Бір жерінде жаз, бір жерінде күз, бір жерінде қыс, бір жерінде көктем, керемет алып неткен. Осы жұмбақты дәптерлеріңізге көшіріп, астына жұмбақтың шешімін жаза қойыңыздар. Енді 108-ші бетте 16-шы жаттығудағы суреттерге назар аударайық. Бұнда сіздерге 4 сурет берілген. Осы суреттерге сәйкес қазір мәтінді оқимын, мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Көктемде балалар гүл тұқымын септі. Олар раушан және жауқазын гүлдерін отырғызды. Біраздан соң бұл өсімдіктер көктей бастады. Балалар оларға күтім жасады. Жазда алуан түсті гүлдер жайқалып өсті. Енді осы мәтіннің бөліктерін табайық. Бұнда мәтіннің бірінші және екінші бөліктері берілген. Бізге екінші және үшінші бөліктерін толықтырып, мынау сөздерді пайдалану арқылы мәтінді жалғастырып жазу керекпіз. Төмендегі сөздер: суғарды, арам шөптерді жұлды, гүл шоқтарын жасады, білім күнінде мұғалімге сыйлады. Міне осы сөздерді пайдаланып, балалар екінші және үшінші бөліктерін өз сөйлемдеріңізбен толықтырып, дәптерге жаза қойыңыздар. Және мәтінге ат қоюды ұмытпаңыздар. Енді сабағымызды қорытындылау мақсатында қалыптастырушы бағалау тапсырмасын орындайық. Бұнда сіздерге сөйлемдер берілген, бірақ сөйлемдерде сөздердің орындары ауысып кеткен. Біріншісінде мысалы, көп өнерлі сыныпта оқушылар.
Осы сөздерді сәйкестендіріп, толыққанды сөздерді рет-ретімен орналастырып, сөйлем құрастырып жазу керексіздер. Сөйлемнің соңында тиісті тыныс белгісін қоюды ұмытпаңыздар. 4 сөйлем берілген, осы 4 сөйлемді дәптерге жазып, маған кері байланыс жіберіңіздер. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Егер сіздерге сабақ түсінікті болса, алтын белгіні, сабақта сұрақтарыңыз болса, күміс белгіні, ал егер қиналсаңыздар, қола белгіні көрсетіп жіберіңіздер. Үй жұмысы. 107-ші беттегі 15-ші жаттығуды орындайсыздар. Яғни бұнда мәтінді ары қарай лепті сөйлемдерді жазу арқылы жалғастырасыздар. Және де ауызша түрде сөйлемнің түрлеріне байланысты ережелерді қайталап жаттап келіңіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.